Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін үй жағдайында творожный сметаник дайындайтын боламыз. Алдымен бізге сары май, қаймақ, 2 жұмыртқа, осының барлығын ыдысқа салып, үстіне 2 қасық секер саламыз. Оның үстіне қосқышты араластырып, сеткіден өткізіп, жақсылап араластырып барлығын илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығу керек. Міне жұмсақ болып шықты. Қатты қылып илемейміз. Жұмсақ қылып илейміз. Ұнын салып отырып, табаға қолмен жайып шығамыз. Енді үстінен белкімен жайлап осылай басып шығамыз. Творогтың үстіне қаймақ салып, 1 жұмыртқамыз салып, миксерлейтін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызға салып, пешімізге 180 градусқа 10 минутқа, одан кейін 200 градусқа 20 минутқа, 30 минутта біздің творожный сметанигіміз дайын болады. Өте дәмді, үстін жұмыртқамен, сарысымен осылай жағып пісіріп алсаңыздар болады.